2021 жылдың 2 қыркүйегі күні Абай атында Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде тәрбие, әлеуметтік жұмыстар және жастар саясаты жөніндегі департаментінің ұйымдастыруымен мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың Қазақстан халқына жолдауын кеңейтілген жиында талқылау мақсатында арнайы дөңгелек үстел болып өтті. Айтулы шараны университеттің академиялық мәселелер жөніндегі проректоры Мақтағали Бектемесов ашып, барша қатысушыларға алғысын білдірді. Мемлекет басшысының халыққа жолдауын кеңейтілген жиында талқылау басқосуында зерттеу қызметі жөніндегі проректор Ермек Бөрібаев, филология ғылымдарының докторы профессор Балтабай Абдығазиұлы, саясаттану және әлеуметтік философиялық пәндер кафедрасының меңгерушісі Жомарт Семтиков, экономика ғылымдарының докторы профессор Бурасын Иманбердиев, жастар ісі жөніндегі комитет төрағасы Дидарбек Ділдәбек, филология және көп тілді білім беру институтының 1-ші курс магистранты Аружан Қапашева сөз сөйлеп, өз ойларын ортаға салды. Сонымен қатар айтулы шараға стратегия, цифрландыру және интернационалдандыру жөніндегі проректор Ақтолқын Құлсариева, ректор кеңесшісі Жанатбек Шпекбаев, әлеуметтік даму жөніндегі проректор Шыңғыс Нұрланұлы және университеттің басқа да профессор-оқытушылар құрамы қатысты.